Миғраж түні. Миғраж түнінде пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейкум салам бір сәтте исра жасады. Түнгі сапар арабтарда исра деп аталады. Одан Миғражға 7 қабат көкке көтеріліп, дүниеден өткен барлық пайғамбарлармен кездесті. Үнемі құлшылықта жүретін періштелермен жолықты. Құдіретті жаратушымыздың түрлі белгі аяттарын көріп, онымен тілдесті. 5 уақыт намаз осы түнде парыз етілді. Миғраж пайғамбарымыз Мұхаммедтің ең үлкен мұғжизаларының бірі. Мұғжиза Алланың құдіретімен жүзеге асатын, адамдардан тек пайғамбарларға ғана тән таңғажайып құбылыс. Алла тағала 7 пайғамбарды Миғражбен сыйлаған. Олар Адам, Ыдырыс, Ибрахим, Мұса, Жүніс, Иса және Мұхаммед пайғамбарлар. Әрқайсының миғражы әртүрлі болған. Соның ішінде біздің пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммедтің миғражы ерекше өткен. Жүрегінде иман нұры орныққан әрбір адам Алланың мұғжизаларына шүбәсіз сенеді. Араб тілінен аударғанда биікке көтерілу, жоғарылау дегенді білдіреді. Яғни Алла тағала құзырына көтерілгенін айтамыз. Адамзаттың өзінен тыс әлеммен қарым-қатынас жасауы әркімнің ақылына қона бермейді. Оған тек иман келтіргендер ғана сене алады. Пайғамбарымыздың кезінде де ой өрістар, дүниенің қалай пайда болғанын және де жаратушы иесінің құдіретіне күмәнмен қарап, сауатсыздықтан аса алмаған мүшриктер керуенде бір айда әрең барып келетін ұзақтығы Мұхаммед қалай бір түнде жүріп өтеді деген күмәннан аса алмаған. Бірақ Әбу Бәкір сияқты ислам дінін шын жүрекпен қабылдаған мұсылмандар, егер Мұхаммед осылай деген болса, онда ол дұрыс айтыпты, мен оның бұдан да ұзағыраққа бардым десе де растаймын деп жауап берген. Миғраж оқиғасы туралы мағлұматтарды көптеген діни кітаптарын табуға болады. Айтылған кітаптарға сүйене отырып, оқиғаның қандай болғандығын Хазіреті Мұхаммед пайғамбарымыздың өзінен естедік. Жебірейіл маған пырақ деген жануарды жаннаттан алып келді. Пырақ есектен биік, қашырдан аласа, қадамын көз ұшы жететін жерге тастайтын жүйрік жануар екен. Оған мініп, Жебірейіл екеуміз Байтул Мақдиске келдік. Мұнда біз дүниеден өткен 124 мың пайғамбар күтіп алды. Барлығымыз көрісіп, мешітке кіріп бірге намаз оқыдық. Намаз оқып болған соң, баршасы мені Миғражға шығарып салды. Миғраж түні, 1 қабат. Мен пыраққа мініп, жер бетінен көкке көтерілдім. Жебірейіл қасымда болды. Аспанның 1 қабатына жеттік. Жебірейіл оның күзетші періштесіне қақпаны аш деп бұйырды. Қасындағы жолдасың кім деп сұрады періште. Бұл Алланың хабибі, соңғы пайғамбар Мұхаммед деп жауап берді. Мұхаммедтің пайғамбарлық дәуірі басталды ма? Деп таң қалып сұрады періште. Иә, деп жауап қайырды Жебірейіл. Қош келдің Мұхаммед, деп сүйіне қақпаны ашып, пайғамбарды қарсы алды. Бірінші болып қарсымыздан Адам ғалейкум салам шықты. Мен оған сәлем бердім. Ол маған, ей қадірлім перзентім, қош келдің, деп ақ батасын берді. Адамның ғалейкум салам оң мен сол жағында есік бар екен. Оң жағына қарап қуанып, сол жағына қарап көзіне жас алатын. Оң жағындағы жәннат есігі, жәннатқа кіретін ұрпақтарының хал жағдайын көріп сүйсінер еді. Сол жағындағы тозақ есігі, тозақтағы ұрпақтарының тартатын азабына қайғыратын. Осыдан кейін Нұх ғалейкум салам пайғамбармен жолығып, оның да батасын алдым. Нұх пен Адамның бірге болуы жайдан жай емес. Адам ата жер жүзінде жаратылған бірінші адам болса, Нұх дүние жүзін су басып, барша жан иелері қайтыс болғаннан кейін кемеде сақталып, тірі қалған халықтың атасы саналып келеді. Алла күн мен айды және шексіз жұлдыздарды жақыннан көруді маған нәсіп етті. Сансыз періштелер Алланы дәріптеп,
мадақ айтып жүргенін көрдім. Періштелердің бір тобы сапқа тізіліп тік тұрып Алланы ұлықтап жатыр екен. Мен Жәбірейілден бұлар не істеп тұр деп сұрадым. Ол маған бұлар жаратушы иесіне ғибадат етіп тұр. Аспан жаратылғаннан қиямет күніне дейін осылай тұрып құлшылық етеді. Бұлардың ғибадаты осылайша өтеді деп жауап берді. Мен де үмметіме осы ғибадатты сұрадым. Алла тағала сөзімді жерде қалдырмай үмметіме намаз ішінде қиямда тұруды парыз етті. Содан соң дүниеден өтіп түрлі азаптарға салынған күнәһарлар тобын көрдім. Жәбірейілден бұлар кімдер деп сұрадым. Ол бұлар кісі өлтірген, әке-шешесін қорлаған, араққа салынған, өсек, өтірік, жала сөздер айтқан, Алланың әміріне құлақ қоймаған адамдар және басқалар деп егжей-тегжейін баяндап берді. Бірінші аспанды еркін араладым. Аспан көркем әрі су сияқты көкпеңбек екен. Бірінші аспан мен екінші аспан арасындағы қашықтық 500 жылдық жол. Қалыңдығы да сонша екен.